Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай фунчоза салатының рецептімен бөліскім келеді. Бұл рецепті маған кореянка бір көрші апам үйреткен еді. Сол кісінің рецебі бойынша жасап отырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге 100 грамм ет, 150 грамм болса да болады. Бір жарты дана фунчоза, бір дана сәбіз, 2 қияр, жарты пучок кинза, бір-екі тал үйде қалған, менде 2 тал қалыпты, зеленый лук, және осыны 2 тал қызыл, 1 тал жасыл бұрыш қалыпты. Содан кейін міне 1,5 или 1 қоссаңыздар. Чеснокты көп болған қаласаңыздар, көбірек қоссаңыздар болады. Чеснок аз болған қаласаңыздар, азырақ қоссаңыздар болады. Бізге керегі тұз. Бұл кристаллики, немесе біздің тілмен айтқанда Қытайдың тұзы. Қант, паприка или жгучий қызыл бұрыш. Және уксус. Қайнап тұрған суға 1 қасық тұз салып, фунчозамызды қайнатып аламыз. Фунчозамызды осылай 7-10 минут пісіріп аламыз. Қатты пісіп кетуге болмайды. Қатты пісіп кетсе, езіліп салаттарыңызды жаман болып қалады. Сол үшін 7-10 минут жетеді. Енді пісқан фунчозамызды салып, міндетті түрде суық сумен шайып аламыз. Суын төгіп, мұздай сумен шайқаймыз. Жаңағы етімізді соломкалап турап алдық фунчозаға. Енді оған 2 ас қасық крахмал салып, 5-10 минутқа қалдырамыз. Ол жақсылап араластырамыз, маринадталу керек крахмалда. Әдемі түс береді бір жағы етті тез жұмсартады. Етіміз жұмсақ болып піседі. Тағы кішкене қоссақ та болады. Фунчозамыздың овощтарын дайындаймыз. Енді морковымызды теркадан өткізіп аламыз. Корейский теркадан өткіземіз. Егер теркаларыңыз жоқ болса, онда қолмен жіңішкелеп турасаңыздар да болады. Енді қиярымызды соломкалап, майдалап турап аламыз. Енді бұрышымызды да өстіп соломкалап турап аламыз. Негізі фунчозаға кинза жақсы кетеді. Мен өзім жақсы көрем кинзамен. Сол үшін жарты пучок кинза қосамын. Енді өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай, егер ал енді қызып тұрған табамызға сұйық май құйып, 150-200 граммдай сұйық май оған алып, өзіміздің бағанағы крахмалға салып қойған етімізді қуырамыз. Сап-сары түсті болғанша жақсылап қуырып аламыз етімізді. Қуырылып жатқан еттің үстіне морковьті саламыз және бұрышты саламыз.
екеуін салып араластырып шала қуырып аламыз. Ал енді салатымызды жинаймыз. Жаңағы піскен фунчозамыздың үстіне поджаркамызды саламыз. Міндетті түрде суытып салыңыздар, өйткені суытпасаңыздар фунчозаларыңызды езіп жібереді. Оның үстіне жаңағы қиярымызды саламыз. Сол көк шөптерімізді саламыз. Китайский соль, кристаллики деп аталады. Соны саламыз. Татымына қарай тұз саламыз. Татымына қарай қызыл жгучий перец, болмаса ашты қылғанын қаламасаңыздар, паприка салсаңыздар да болады. Сосын кейін міндетті түрде 1 чай қасық қант саласыздар. Бір зубчик чеснокты чесноковкадан өткізіп саламыз. Фунчозаның бір ең менің осы фунчоза жасайтын әдісінің бір фишкасы деп ойлаймын өзім. Мынандай аздаған бір 3 ас қасық суға 1 чай қасық уксусты араластырып, соны фунчозаға құям. Сол кезде фунчоза салаттарыңыз өте сочный, дәмді болып шығады. Мінекей, осындай әдемі салат шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, өте дәмді, тез жасалатын салаттың түрі. Кез келген қонақтарыңыздың алдына ұсынғанда ұялмай ұсынатын нағыз ыстық тағамда салат ретінде де жүре береді. Егер менің осы рецептім ұнаса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, өздерінің достарыңызбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған Гүлім. Келесі кездескенше.